мен Сұлтанға айтамын ғой үнемі, күнделікті бірге жүретін, бірақ оны байқамайтын ғашықтар шын мәнінде өздерін қандай бақытты екендерін білмейді. Я, бұл енді бір ұсақ нәрсе, рутина болып кеткеннен кейін тіпті көзге көрінбейтін бақыт қой, бірақ біздің негізгі бақытымыз осындай ұсақ-ұсақ бақыттардан құралады. Бірақ кейде біз оны қатты байқамаймыз, мән бермейміз. Сол үшін шынымен де күнде бірге ояну, күнде бірге жүру, физикалық тұрғыдан адамды жанында екенін сезіну, ол шынымен де күш, кәдімгідей адамға күш беретін сондай бір энергия ғой. Андай ауада жүретін энергия. Сол үшін бағалаңыздар, тегін келеді. Және арақатынасқа байланысты соңғы наблюдениелерімнің бірі мен үшін. Бастапқыда біз енді бірнеше ай қатарынан көрмей жүру біз үшін ок болды да, норм. Ал кейіннен уақыт өзгерді. Біздің пределіміз, шарықтау шегіміз қазір 2 ай ғана сияқты, максимум 2 айдан кейін қиын. Енді бұл сағыныш, басқасы бәрі қатты әсер етеді ғой. Ал 2 айдан кейін іздейсің, қатты іздейсің. Ең жақының болған соң көргің келеді, еркелегің келеді. Әсіресе эмпат жандарға қиын. Осыны түсіндім. Ол да түсінді. Негізі бұның барлығын арашылықта болып көрген ғашықтар ғана түсінеді, қаншалықты қиын екенін. Бірақ сондай дистанциядан кейін әр кездесу, әр көрісу сондай қымбат, сондай тәтті. Шынымен де солай. Ал соңғы жаңалықтардан мен спортқа қажеттінің барлығын алып алдым. Үйде все мои гантельки, утяжелители, барлығы бар. Одан бөлек кеше Каспиден тренажер заказ бердім. Тренажер. Соған қарағанда менің 2026 жылым спорт жылы болатын сияқты. Өйткені менде одан бөлек 1 жылдық абонемент бар. Күшті. Шынымен де өйткені 30-ға келдім. Ары қарай тура осындай қалыпта қалғым келеді. Энергиямның таусылғанын қаламаймын. Қартайғым келмейді. Тонуста жүргім келеді. Әжімдердің түскенінен қорқамын. Сол үшін спорт. Енді одан бөлек менде еще показания бар ғой, медицинский. Омыртқам сынғаннан кейін маған сол кезде врачтың сөзі әлі есімде. Если вы хотите без операции, то вам всю жизнь нужно будет качать спину деген. Басқа, бірақ арқамды всегда в тонусе ұстау керек бұл. Сол үшін спорт со мной навсегда. Мысалы, сіздер бір нәрсені білмейсіздер ғой. Суперфуд. Ең витаминге бай, антиоксиданттарға бай тамақ емес қой, енді ол азықтардың бірі, ол ягодалар, яғни жидектер. Кез келген түрі витамин С-ға бай, жаңағы әсіресе қара түстері, клюква, малина, барлығы. Қарақат, черника, бәрі. Сол үшін сондайларды жеп, тамаққа қосып, смузилерге қосып, рационға алсаңыздар болады. Қыздар, мен жақында бір дүние ақпарат білдім. Біз таңертең мысалға бетімізді оянғаннан кейін жуамыз ғой, умывашкамен. Ол дұрыс емес дейді. Өйткені түні бойы еш нәрсе болмайды, ешқандай зиянды дүние бетке жиналмайды. Ал біз умывашкамен қайта таңертең жуа берген сайын беттің өзінің бір табиғи защитный барьерін жуып сүртіп тастайды екенбіз. Ол дұрыс емес екен. Тек қана кешкі уақытта, мысалға бір далаға шығып келгеннен кейін крем, макияж болғаннан кейін соларды жуу мақсатында ок. Бірақ таңертең қайта ұйқыдан тұрған кезде жумаса да болады екен. Сондай дүниені естідім. Ол теорияны мен бір блогердан да естігем. Шынымен де солай сияқты сондықтан. Сіздер қалай ойлайсыздар? Хочу сегодняшний сторис начать с любви от моих любимых людей, которые все это время были рядом. Смотрите, что я собирала, конечно же, потому что для меня самое важное вот это вот ваши записочки. Тут столько любви, столько тепла. К сожалению, не все у меня. Бывали моменты, что я иногда их где-то забывала, оставляла, но пару записочек я хочу для вас прочесть. Давайте, да.
Я буду рандомно брать и читать, ладно? Но вот это вот у меня особенное, потому что это первая записочка от моей Айдынайки, первая девушка, которая начала меня поддерживать. Тут написано на казахском. Құрметті перизат, атына заты сай, сұлулықтың перisi екенсіз. Сіздің аураңыз магнит секілді, өзіне тоқтаусыз тартады дейді. Алдыңғы уақытта қазақ тілін бұдан да көп үйреніп, жобада ерекше есте қалуыңызды тілеймін дейді. Жанка моя, Айдынайкам ғой. Остальное я буду прям рандомно брать. Следующее. Пусть твои глаза